Егендай бұрымдының ақ ниетпен аттаған босағасы ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда. Келін түсі шалды ғой бұрын-бұрын, келін түсі шалды ғой бұрын-бұрын, келін түсі шалды ғой бұрын-бұрын, келін түсі шалды ғой бұрын-бұрын. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, масатығай құлпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Алдыменен өзіңді енең сынар, емендей боп болсынға емен шыдар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Атасында осы елдің анасында, сыйлай білген ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасында. Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасында. Келін түсі шалды ғой бұрын-бұрын, келін түсі шалды ғой бұрын-бұрын, келін түсі шалды ғой бұрын-бұрын, келін түсі шалды ғой бұрын-бұрын. Еркебай ағамның шаңырағына келіп түскен келін құтты болсын, құрметті ағайындар. Кедейлер бір қол соғып қойыңыздар, келіндеріңіз құтты болсын бір. Рахмет, тамаша. Ал, енді құрметті ағайындар, баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін Қанат ағамыздың шаңырағында келін түсіп, ұлан-асыр дүркіреп той болып жатыр екен. Баршаларыңыз шаңыраққа қош келдіңіздер. Келген келіні қадамы құтты болсын. Енді ең әуелгі шапалақты осы сұлтанның өзінің әжесі Зүлфия әжем екі қолды көтеріп қойсын, біздер сол кісіге шапалақ соғып қояйық. О, міне, бүгінгі той осы кісі. Сұлтан, нешінші немере әже сұлтан? Нешінші немере? Немере бірінші, ұлдан бірінші. Ұлдан бірінші келін ғой, немере келін, шапалақ соғып қояйық. Зүлфия әжеме қол соғып қойыңыздар. Ona çok oynan bugün toyumda, Kuvancıkız oyna, Dasta götüren Hammasın sizge verip, Siz fakat oynat verin toyumda. Mine, rahmet. Aman болып Зүлфия әже. Енді бірінші немере екенін мен де біліп тұрмын. Сол бірінші немере болғаннан кейін өзіңіздің орныңыздан тұрғызып, халыққа көрсетіп қойып жатқан жайым бар. Нешеге келдіңіз Зүлфия әже? Бір кем 70-те, мен 69-дам қазір. 70 кеп қалдыңыз ғой. Мана би 70-ке ұқсай ма билеген би, а? Ашы, би 70-ке келмейді. Үстінен кемпірдің еш шығып тұрған жоқ кәдімгі. Аман болыңыз апа. Енді жақсы бала шақсы қартаймайды şu уақытта. Дұрыс айтады, бала жақсы ата-ана ешқашан қартаймайды. Орныңыздан айырылып қалдыңыз ал. Не болды? Немере отырып та кетті ал орныңызға. Өз 70-тен сондай болады, орнының бәрін немереге бересіз та жүресіз. Зүлфия әжеме шапалақ соқтыңыздар ғой. Аға, стоп. Нағаш атасы Елубай атама да бір қол соғып қойыңыздар. Лиза жеңгенің әкесі. Міне, Елубай ақсақалға шапалақ соқпаңыздар. Елеге келіңіз ортаға. Ортаға бір шақырайын өзіңізді. Бүгінгі той
тойда осы кісінікі құрметті ағайындар қатысы бар. Енді былай жасайық. Қазақта керемет сөз бар, үйдің жақсы болған ағашынан болса, бала жақсы болған ағашынан дейді. Сол себеп бүгінгі тойымызда, беташарымызда ақ тілегіңізбен, ақ батаңызбен бісміллә деп өзіңіз ашып беріңіз ал. Сөз кезегі Елубай атасында ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі міне Ергебайдың немересі, Қанаттың баласы Елубай, мен нағашысы боламын, менің де немере жиенім. Сұлтанның тойына, екі тойына бас қосып отырмыз. Барлығыңызға той құтты болсын. Мына келіннің аяғынан, шопанның таяғынан дейді, келіннің аяғы құтты болып, барлығымызға осы отбасының берекелі келіндерінің бірі болып, отбасының ұйқысы болуына тілектеспіз. Дүние тыныш болсын, міне мына келіп отқан жамағат барлығымызға да осы той жұғысты болсын. Әрқашанда осындай тойын берекеде аман есен бас қоса берейік. Дүниеміз тыныш болсын, жиған тергенде тойға берсін. Той алсын. Рахмет ал, Елубай ата, батаңызға рахмет. Жақсыларға тола берсін қасыңыз, аман болсын басыңыз, ауру сырғаудан қашыңыз, осы айтқан тілегіңіз қабыл болып, 100 жастан асыңыз деген тамаша тілек білдірдім. Аман болыңыз ата. 100 жасаңыз, аман болыңыз. Рахмет. Аға, тағы 5 минут күтейік дейсіз ба? Былай жасайық, атамыз дастарханды ашып берді. Елубай атама қол соқтыңыздар, Зүлфия жемейді шапалақ соқтыңыздар. Мына Қанат ағама да бір қол соғып қойыңыздар, осы кісінің де еңбегі құрметті ағайындар. Бір қолды көтеріп қойыңыз Қанат аға. Лиза жеңге бір ортаға шығып қойыңыз, шапалақ соғып қойық Лиза жеңгемізге де. Келіннің енесі, сұлтанның анасы Лиза ханымға да бір шапалақ соғып қойыңыздар. Рахмет. Лиза тәте, бір кішкене күліп жүрсеңізші, жетісіп жүрген ешкім жоқ қой. Келін келіп қуанып жатыр, күліп жүріңіз кішкене. Ана кісі вообще Қосай Қызылқұдықтың әкімі сияқты жүр. Түймелерін ашып қойып. Рахмет. Бейдейік. Келінді қарсылай берейік құрметті ағайындар. Бір жақсылап, дұрыстап шапалақ соқсаңыздар, сұлтанның алып келген қосағасын айдай сұлу жарын қарсылайып, бірінші бейдейікші, бір дұрыстап шапалақ соғып көрейікші. Бұл шапалақ болмайды. Негізі мынандай шапалаққа келін түгіл кемпір де шықпайды. Бір жақсылап шапалақ соғайық. Сұлтанның жан жары, кедей еліне келген айдай сұлу келінімізді қарсылайық ал. Ортаға. Sömürge hayır, ottu şarır Bileğine yıkı jansın, ottu şarır Mutlu olsun toylar, sana astar şarır Sevdalık karşılamalar, kadam bastar şarır Gelende koru diye asıl da şarır Тамаша, рахмет. Енді келін келіп жатыр құрметті ағайындар. Келіннің қадамы құтты болсын. Аллах тағала келінді бақытты етсін. Мынау оқтау байланбай ма? Оқтауды жақсылап байлап алыңыздар. Қазір оқтау байламайтын болған ба деп қоямын. Жақсы, оқтау байлаңыздар. Қош кеп жатсыздар. Тез амандасып, тезірек жайғасып алыңыздар. Келін келді, келіннің орамалына оқтауды байлатсы. Бауырым, отырып алмайсың ба? Аған тұрып тұра бересің ба? Отырасың ба? Тұрып тұра бересің ба? Отырсаң 2000 берем табақтан, тұрып тұрсаң 5000 берем. Қайсысын таңдайсың? Тұрып тұрамын дейді. Ақшаға тен. Рахмет, ал.
оқтауды байлады, құрметті ағайындар. Енді жақсылап тыңдап алыңыздар. Қазір Беташарда, құрметті ағайындар, ешкімнің аты аталмайды, құрметті ағайындар. Ешкімнің аты аталмайды. Мына Қанат ағамыз, енді түсіністікпен қараңыздар, абыр-сабырда список жазуға уақыт болмапты. Қазір ата әжесі дегенде ата әжелері шығады, аға жеңгелері дегенде аға жеңгелері шығады, нағашылары деген кезде нағашылары шығады. Енді өздеріңіз білетін шығарсыздар кімнің қай жақтан келіп тұрғанын. Сол апа жездесі деген кезде апа жездесі шығады. Енді сұлтан достарынан бір жігіт болса маған микрофон ұстап тұратын қолыма. Мен енді 6 қолым жоқ, домбыра тартып микрофон ұстап тұратын. Мына тұрған Табақ деген банкомат 500 теңге не принимает, ағайындар. 1000 теңгеден басталады. Сосын мына киіз үйді де Қосай Қызылқұдықтан алдырып отырып, құрметті ағайындар. Әдемі киіз үй, бұған да бір шапалақ соғып қойыңыздар. Ерекше қылып жасап. Енді қазір құрметті ағайындар, домбыран дауысы естіліп, бастағанда бір айқайлап шабытымызды келтіріп шапалақ соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Ал Қосай Қызылқұдық бір қаттырақ қол соғып қойыңыздар. Ал шапалақ соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Ей бісміллә, көзі дейін нақтарландай, бұл сәтті күтіп едім қаттармандай. Арқаға топқа келді ақын ұлдар, балтаға қайың ағаш сап болғандай. Аяқ асты микрофон жасамай қап, мойныма ауыр жүкті артқаннарыдай. Ал ағайын қол соғып қойыңыздар, сұлтанның үйі болды ғой дәл бүгін талтайғандай. Ей Қосай Қызылқұдық, тойларыңыз құтты болсын, сарымай қап түбінде сақталғандай. Ей кедейлер, тойларыңыз құтты болсын, бай баласы талтайып мақтанғандай. Бісміллә деп бастайық Беташарыда, алдыңда тілек айттым аппалнарыдай. Ей суырынып аузымнан сөз төгілсін, суырылған қынабынан аққан жарыдай. Ей қиқулап дүбіріңді көрсеткәне, атойлап ата жауға боу аттанғандай, аттанғандай. Жаспан микрофон бейт тұтамасам басым қисайып барады. Осылай адамдарға қарап тұрайық бет. Басымыз қисайып кетті ғой. Бұндайда тақылдайтын таңдай мекен, қуаныштан жарқырар маңдай мекен. Бісміллә деп бастадық Беташарыда, ағайын қол соғатын қандай мекен. Зүлфиядай әжемізге қол соғыңдар, сұлулығы бал тұнған балдай мекен. Қанат атты қайнатаға қолды соқшы, дәл бүгін ата болған нарыдай мекен. Лиза атты енеге де қол соғыңдар, қуанып биік асу алмай мекен. Сұлтанға да қол соғып қойыңыздар, ағайын үйлі болған нарыдай мекен. Ал енді Қосай Қызылқұдық қолын соқсын, Қосай Қызылқұдық расымен қандай мекен. Ей Қызылқұдықтың алдына ақын келсе, барлығы улап-шулап қолдайды екен. Ал енді бір тексеріп көрейінші, мен естіген Қызылқұдық сондай мекен, сондай мекен. Ақындар аламанда әнім берсін, байырғы сәкендердей
Bismillah деп бастадық қой бидашарды, Құдай қалап қуанышы қалың болсын. Құдай қалап айтатұғын тілегім сол, бүгінгі келіп жатқан ақ келінге кедейлер жуаспай төрім берсін. Бүгінгі келіп жатқан аппақ келін ақ жаулықты апалардай келін болсын. Кедейлерге өлгенше қызмет жасар Зүлфия әжеміздің жолын берсін. Ал қолға жоқ дейді сөзді тапқандарға, жыр айтайық жаны тыныш тапқандарға. Осы әулеттен бақи болған әруақтар бар, көз жүгіртсек біз өткен ақпарларға. Ақсақалды қаншама атаң болған, нақылы жалғасатын атқан таңға. Ақ жаулықты қаншама әжең болған, жақсыны мадақтайтын сәт болғанда. Ақ келін жан иіліп сәлем салшы, төбе боп кең далада жатқандарға өзі қазақ айтады, құрметті қайындар, өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Сол себепті осы әулеттен бақи болған барша әруақтардың құрметіне келіннің атынан бір сәлем емес, 1000 сәлем болсын, құрметті қайындар. Біздің ауыл сұрасаң бел тұрғандай ай, қайың ағаш майысар жел тұрғандай ай, қаймықпаймын ешқашан ел тұрғандай ай, қосай қызыл құдығым сен тұрғандай ай. Әжелерім ай, аталарым ай, қатты болсын соғатын шапалағың ай. Әжелерім ай, аталарым ай, қабыл болсын беретін баталарың ай. Қатты болсын соғатын шапалағың ай. Ал тамаша, енді келесі кезек келіннің үлкен ата әжелерін шақырайын ортаға. Келіңіздер, ата әжелері, енді Қанат ағам мен Лиза жеңгемнен басқа үлкен ата әжелерінің бәрі келсін ортаға, құрметті қайындар. Келіңіздер, сұлтанның ата әжелері, келіннің ата әжелері келіңіздер ортаға. Келіннен әдемі сәлем болсын, барша ата әжелерін ортаға шақырайын. Келіңіздер. Қанат аға, кім үшін салып атсыз? Әкеңіз үшін? Әкесі үшін салып атыр екен. Шапалақ соғып қойып Қанат ағамызға. Ал барша ата әжелеріне рахмет ағайындар. Ал сөзімнің құлақ салып данасына, қол соғыңдар қазақтың дарасына. Барша ата әжелерге рахмет, бақыт тілеп кеп тұрған баласына, көрімдік беріп тұрған шамасына. Ақ келінжан ата әженің арасында ерекше айтап өтер әжеңіз бар. Зүлфиядай әжеңізге бір сәлем сал, Қанаттай атаңыздың анасына. Ау талай сындардан өте берсін, әрдайым тек қызықты көре берсін. Зүлфиядай әжемізге қол соғыңдар, немеренің қызығын көре берсін. Шыжығын немеренің қызығын көре берсін, шөберенің шыжығын көре берсін. Зүлфия әжем келіп салып жатыр, көрімдік салғандығын көрер едім. Зүлфия әжем айтар тілегім сол, немере келіннің көзін көріп жатқаннан соң, Аллахым мына сізге нәсіп етсін, көзін көруді нәсіп етсін шөберенің.
Осы әжем Зүлфия әжем аман болса, сұлтандардың қызығын көрер едім. Өлместің бір дәрісін тауып алсам, ойланбастан Зүлфия әжеме берер едім. Әйтеуір түсіндіңіз-ау, қатама салдыра алмай неше рет айттым ғой. Әйтеуір түсінді, Құдайға шүкір. Ал осылай көкірегіміз ісіп кетті. Зүлфия әжемізді әйтеуір біздер түсініп кетті. Беташарды қызық қылып жатырмыз ғой, талайлар тақымында қысып кетті. Мына атаңан әлі туқ жаман болды, мұрнымыз қайта-қайта қышып кетті деп бір жабала соқпай қалайын. Мұрнымызға кіріп кетіп отыр қайта-қайта. Енді Зүлфия әжемізді айтып жатырық қой. Қанат аға неғып тығылып тұрсыз? Келіңіз ортаға бірдеңе білдіріп қойған болсақ тығылып тұрсыз ғой. Шапалақ бар ма? Қанат аға ма? Ортаға келіңіз, Қанат аға. Енді қазір сізді бөлек қып шақырам енді. Күшті қып, бірінші келін шығар кеп тұрған. Ортаға шығыңыз. Бүгін стильный болып кепсіз кәдімгі, өзіңіз үйленіп отқан сияқты. Бидейік, қазір мен құрметті ағайындар бір күшті қып ән айтам. Қосай қызылқұдық тоқтамай шапалағын ұрсын. Қанат ағам билеп кеп, көрімдігін салсын табаққа. Или қалтама өзі біледі тұғын. Сөз шешеді. Түсінікті ғой, мен ән айтам, сіздер қол соғыңыздар. Қанат қайнатасы, су жаңа қайнатасы билеп кеп көрімдігін салсын. Ал Қосай қызылқұдық қол соғай. Келін жан, түрлі әлем бар, елден деше, қайнатаңа сәлем сал, қанат дейтін қайнатаңыз бар, қайнатаңызға мың сәлемді сал, қайнатасы ойымдыға бер, билеп ортаға, билеп шыға бер, билеп ортаға, билеп шыға бер. Қанат қайнатасына қол соқпай. Менің көзі көрген өмірді Әне, шапалақ соғайық, Қанат ағама, сен барда. Рахмет, ой, күшті айтайық. Арқасы бар ма, не біледі? Рахмет, Зүлфия әжеме рахмет. Өйтіп Қанаттың құлағына сыбырлап болсын бірдеңе қылып түсіндірді айтайық. Рахмет, аман болыңыз. Қанат аға, келініңізде өзіңіз қарап тұр көріңіз, бір сәлем болсын келіннің атынан, жеке өзіңіздің қайнатасының құрметіне. Қол соқпайық, қайнатасына бір сәлем. Аман болыңыз. Мен осы тойдың басынан бір тілекті айтқым келіп тұр, құрметті ағайындар. Осы тілекке қосылсаңыздар, қол соғыңыздар, қосылсаңыздар, қол соқпай қойыңыздар. Менің айтатын тілегім, жердің жүзін қара Қытай қаптай бермей, кедейлердің ұрпағы қаптай берсін деп бір шапалақ соқпаңыздар. Міне, көрдіңіз ба, Зүлфия әже, қандай күшті тілек. Жердің жүзін қара Қытай қаптай бермей, кедейлердің ұрпақ қаптай берсін. Жаңа бір беташарда болып, осы тілекті ұрудың атын ауыстырып айтқан ғой, риза болды да табаққа кеп, тағы да 10 мың салды, прикинь. Қайнатасы. Сала ма, салмай ма? Екінші. Табақ өзіңізде қалады ғой, несін ай, сала берсеңізші. Өзіңізде қалады табақ. Келес, Лиза жеңгеме, бар ма қол соғады кісілер? Лиза ханымға, келіңіз Лиза жеңге ортаға. Ортаға келіңіз. Бетекші бір дұрыстап шапалақ соғайық, внимание жетіспей жүрген сияқты Лиза жеңге. Дұрыстап шапалақ. Лиза жеңге, билейміз ба? Билейсіз ғой, онда бетек қаз жаңа Қанат ағама қол соғып жатсыздар ғой, давай бұл кісіге 2 есе шапалақ соғайық. Себебі сұлтанды 9 ай 10 күн көтеріп, талай еңбегі сіңген, түн ұйқысын 4 бөліп сұлтанды бағып өсірген анасына 2 есе шапалақ болсын ағайындар. Қазір мен тура солай ән айтып ортаға шақырам. Лиза жеңге бір жақсылап көңіл күйді көтеріп, 2 қолды көтеріп билеп келіңіз. Шапалақ соғайық. Лиза ханымға. Ай келесі, ұлы мұхит кемесі, осы әулетті ұстаған қабырғаның шегесі. Следующий келін, сейчас вообще нет дыши, енелер вообще молодцы, енелер вообще хороши. Оның аты Лиза ғой, Лиза сенің анаң ғой, шай ғой десе енеңіз 120 мен бара ғой. Айналайын келін жан,
айтқан тілді ала қой. Лиза атты енеңе мың сәлемді сала қой. Шүкір дедім Құдайға, бүгінгідей күн қайда. Өстіп ән салсам, көңіліңе ұнайма, қол соғыңдар бұндайдан. Ал тамаша Лиза атты су жаңа енеңіздің құрметіне бір сәлем емес, 10 сәлем болсын. Келіңіз Лиза деп отырмыз. Екінші сәлем, үшінші сәлем, әр сәлем сайын шапалақ соғып тұрайық. Төртінші сәлем, жете ма? Жетпейді дейді. Бесінші сәлем, алтыншы, жетеді шығар. Жетеді шығар. Жетеді ғой. Зульфия абым жетеді дегеннен кейін жетеді деп тұрған сияқты ғой. Рахмет. Әдейі жетірет сәлем салдырып атым Лиза әпке сізге. Келіннің бірден духын сындырып тастайын деп атым. Табаққа, оң жақ қалда табаққа дескен. Қалжыңға аман болыңыз. Менің осы Лиза, Құдайға жаным, үйде перден көйлек қып кеп кеткен ма башы? Көйлегіне бір жеке шапалақ соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Лиза тәтем көріп риза болып жатырмын ғой. Осы Лиза тәтеме шапалақтарыңыз қандай болған? Менің осы Лиза тәтем жайлы айтар болсам, осы кедей әулетінде жарқыраған шамдай болған. Лиза тәтеме бір жақсылап қарап қойыңыздар, кешегі қыз жібектен аумай қалған. Дұрыс па, неге қол соқпайсыздар? Жақсылап қарап тұрсаңыздар, кешегі қыз жібектен аумай қалған. Осындай Лизадай сұлу қызды бағындырған менің Қанат ағамда қандай болған? Лиза атты жеңгем жайлы айтар болсам, сұлулығы балқынған балдай болған. Қазіргінің өзінде осындай ғой, келінмен жасты кезде қандай болған деп шапалақ соғып қойыңыздар. Өзінше болып қасын деп атқан мындай күшті болып. Дұрыс қой, осындай кезде күшті болу керек. Аман болыңыз. Осы енді Лиза деп жатыр қой. Осындай Лиза атты келінді, Лиза атты жеңгемді осы әулетке аманат етіп берген Елубайдай ағама шапалақ соғып қойыңыздар. Сіздің арқаңыз. Аман болыңыз Елубай аға. Ол кісі өзінше болып қалды. Ал өнердің түскеннен соң ауырына, саулықты қоса келдім сауырыма. Ақ келін жан келесі мың сәлем сал сұлтандай жұбайыңның бауырына. Себебі апа жезде қауымы бар, құтты болсын айта келген ауылына. Ақ келін жан иіліп мың сәлем сал төрдегі апа жезде қауымына Ал барша апа жезделер келіңіздер ортаға. Барша келіннің апалары, жезделері келіңіздер ортаға, шақырайын сіздерді. Апа жезделері. Бұл кісілерге музыка қоя берсең билей береді. Рахмет. Апалардың құрметіне бір жеке шапалақ соғып қойыңыздар. Шын қуанып жүрген кісілер ғой. Апалардың ғой біразын көрдік, бірақ жезделерден көп келмеді да. Жезделер кеш. Ал, жұмыстама. Болды. Бір жездеміз жұмыста, бір жезделерді апалар келмейтін жерге шығарып салған сияқты ғой. Икс дегеніңізден түсін қойдым бірден. Келесі қайнақ абысындар бір шапалақ соғып қойыңыздар. Ау келесі абысым мен қайнағалар, қайнағалар шетінен сайлағалар. Ақ келін жан қайнағаға сәлем салсаң, олардың ақ батасы айға қонар. Қайнағаның жанында бар абысындар, бәріңде тек бір үйдің бабысыңдар.
Абызын тату болса ас көп деген, бәріңде кедейлердің шамысыңдар. Осы той біткеннен соң абысындар, Зүлфияға шай құйып жарысыңдар. Кедейлердің ұрпағын көбейтем деп, жыл сайын ұлтудан жарысыңдар. Ал барша қайнағалары, абысындар, келіңіздер ортаға. Барша қайнаға абысындар, билеп ортаға. Қара шашың қара, көздеріңде қап-қара, күлімсіреп енді бір қарам. Қарамасаң қарама, сезімімді бағала, жүрегімді бір сәт жағала. Ей, қарамасаң қарама, сезімімді бағала, жүрегімді бір сәт жағала. Опа! Әне! Қайсына? Аба, нағыл дейсіз? Ана інім дейді, қалтасында ақша түсейді деп жатыр, салып қойшы бар. Біреуінің ақшасын сана бөліп баратсыздар ма? Қалжың ғой. Ойнамаңыздар. Түсі ешкім алмайды оны. Барша ағаларына рахмет. Аға, сіз келіңіз, шақырыңызшы ортаға. Сізді. Есімі кім ағасының? Сандыбай. Сандыбай ағасына бір шапалақ соғып қояйық, құрметті ағайындар. Құдай ақын керемет қып қойыпты Сандыбайды. Осы Сандыбай қайнаған құрметіне сәлем болсын. Енді санайық, неше рет салатын табаққа. Соған бүйтеміз, Сандыбайға табаққа неше рет саласыз, атыңызды соған байланыстырып қоямыз. 7 рет салсаңыз 7 бай болып кетесіз. 5 рет салсаң 3 бай, 3 рет саласыз ба? Давай Сандыбай ағасына шапалақ соқпайық. Аға болса Сандыбай ағасындай болсын. Бастадым. Рахмет. Міне, бірінші сәлем кет Сандыбай ағасына. Екінші сәлем, қол соқпайық. Үшінші сәлем. Екінші енді кетті. Үшінші. Рахмет. Понятияң жоқ екен башы, брата. Рахмет. Сандыбай ағасына. Рахмет. Рахмет. Негізіне Сандыбай ағамды бет түрі ұнағаннан шақырып атқан жоқпын ортаға. Келгеннен байқап жатырмын ба, қағаз төс қалтасына қыстырып ап, әйтеуір қанат жасамаған жұмыстарды жасап жүр, құрметті ағайындар. Шапалақ соқпай. Мақтай біледі, елім ғой деп жақтай біледі. Анау мынау есіктеріңді, менің қақпай береді. Ал білеміз барша қазақ дана кісі, тобынан оза шапқан дара кісі. Жиенім үй болды деп қуанды ғой төрдегі отқан нары тұлған нағашысы. Бұл күнде сұлтан жақсы жігіт болды, көңілінің көрінбейтін ала түсі. Расымен сұлтан жақсыл болса қол соғыңдар, көңілінің қап кетпесін қара түсі. Ағайын сұлтан қалай жаман болсын, Елубай атам болса нағашы сауайым. Ал келесі жиен бөле нағашылар, Елубай атамның 50 рет салар шамасы бар. Обек қалжыңдап атым, 50 рет сап жүрмеңіздер. Елубайдай атаға қолды соқсаң, көрімдік тағы салар данасы бар. Барша нар тұлған нағашыға сәлем салса, олардың да қол соғар шамасы бар. Келіннен әп-әдемі сәлем болсын, ортаға билеп келсін нағашылар айым. Ал нағашыларға, жиен бөлелерге әдемі ән болсын. Бидік бүкілдің нағашысы, Қанат ағам нағашысы, Лиза жеңгем нағашысы, Сұлтанның нағашысы, бүкіл нағашы жиен бөлелер ортаға келіңіздер. Әдемі ән музыка болсын, маэстро. Ағымды судың жағасы, ыстық суық бәріне жана жейдің нағашы. Айшышының ағасы, болады саған нағашы, бәріне қымбат бағасы. Ағымды судың жағасы, ыстық суық бәріне жана жейдің нағашы. Нағашының сұрайдың, атамзасың баласы, Айшышының ағасы.
болып тұр нағашыларға бір жеке отдельный шапаласа қойықшы нағашыларға. Бәрі билеп кеп жатыр. Ашы күшті. Датаго, нағашылар, құрметті ағайындар, ортаға нағашылар шақырып жүрем. Зүлфия апам өзі орнынан тұрып кетті, құрметті ағайындар. Көріп тұрсыздар ғой. Төркінді кеп мәз болып жатыр ма әйтеуір. Орнынан тұрып кетті. Өзі нағашы деген жұрт жақсы ғой. Негізі мен айтайын. Сұлтан бір жерде бастық болып, или әкім болып, прокурор болып жатса, нағашылар мақтанады. Біздің тұқымымыздан шыққан, біздерге ұқсаған деп нағашылар мақтанады. Ал бір жерде ішіп құсып жатса, Қанат ағам ой нағашыларына ұқсаған дей салатын сияқты ғой. Өз қазақта бар сонда әйтеуір. Сол сияқты сіздерге ұқсаған жақсы болсын. Аман болыңыздар нағашылар. Жүз жасаңыздар. Көштен қалып кеткендер кеп жатыр. Жиен бөлелерде келген шығар, қалып кеткен жоқ па? Жиен бөлелерде қалып кетпесін. Салыңыздар бәріңіз. Рахмет. Алдымда қазақ дейтін куә бары да, қолымда домбырадай мұра бары да, ақ келін жан келесі сәлем салшы, қыз алысып қыз беріскен құдаларға. Жерден жібек иілгендей мың сәлем сал, төрдегі құдағи мен құдаларға. Жастардың жас қосылсын жастарына, және де бақыт қонсын бастарына. Ақ келін жан иіліп мың сәлем сал, атаң менен енеңнің достарына. Атаң менен енеңнің достары бар, достықтың шыға білген асқарына. Ал барша құдағилер бар болса, көршілер бар болса, және Лиза жеңге мен Қанат атам достары бар шығар. Сол достар бар болса, баршаларыңызды ортаға шақырайын, келіңіздер. Ата енесінің достары, құдағилер және көршілер қауымын ортаға шақырайын. Соларға арнап бір сәлем болсын. Үш кісі сіздер кім болып бөлесіздер? Қанат ағам достары ма? Достарсыздар ма? Бәсе мұз автобусына кіріп келдіңіздер үшеуіңіз. Сахнаның арт жағынан мұз автобусына кіріп келді ғой бірде. Зүлфия әжем құттықтап жатыр ғой енді. Дұрыс қой енді. Мама сізде сол балдарыңыз ғой, анасын кеп құттықтап жатыр. Рахмет. Келесі сәлемді сұлтанның бауырларына болсын. Барша қайын іні, қайын сіңілілерінің құрметіне жеңгелерінің атынан бір сәлем болсын жеңгесіне. Қайын іні сіңілдер келіңіздер ортаға. Рахмет. Сұлтан ханым қайда? Кетіп қалды ма? О, міне. Айнымай қапты. Барша қайын сіңілер бәрі келді ғой ортаға. Міне тағы бір қайнысы келе жатыр. Ал келесі қайнысы деген қай кісі? Ал бұлар да молодец. Сен салмайсың ба? Айтпаса салмайды, бұлдан дөмей тұра береді екен. Бұл ішінен қайнағасымын деп ойлап тұрған сияқты. Келесі соңғы достары қалды ғой. Сұлтан достары бір шапалақ соғып қойыңдар. Достар шақырайық, сонымен бітірейік беті шардан. Ал достар бір шапалақ соғып қойық. Сұлтан достары, бауырлары. Достары көп, бәрі бірдей болмайды. Сұлтанның достарын ысыры қол бұлғайды. Қиналған сәттен досымды іздедім, досымнан ешқашан үмітті үзбедім. Іздесем табылар, қиналсам сағынар, сәлем сал келін жан, достар мен құрбылар. Сәлем сал
менен құрбылар. Барша сұлтанның достарының, бауырларының құрметіне бір сәлем болсын. Дұрыс, мына сұлтанның достарының да ата-аналары бар екен осында. Сол кісілерге де келіннің атынан сәлем болсын. Олар да сұлтанның анасы, олар да сұлтанның әкесі. Қайда? Енді айтқаннан кейін өтірік болсын. Сұлтанның досының ата-анасы. Рахмет. Ал осылай жеткіздік қой ән ақпарды, уақытта өз шегіне таяп қалды. Көп сөйлеп сөздің дәмін кетірмейін, осымен беташары да аяқталды. Рахмет әсем әнді салғандарға, рахмет шаршы топты жарғандарға. Беташар ұнап жатса бір қол соғып қойсаңдаршы. Осылай әсем әнді салғандарға ақ келін жан тағы да бір сәлем салшы. Алдыңда қазақ дейтін нарлар бар да, тағы да бір иіліп мың сәлем сал. Беташарда атата алмай қалғандарға ал әр таңымды шүкірлікпен атырайын, қазағымды қызыққа батырайын. Ал ағайын жақсылап қол соқсаңдар, сұлтанды мен ортаға шақырайын. Бісміллә сөзін есті бөрік тұлдың, тақылдап таңдайдан жыр төгіп тұрмын. Зүлфия апа, келіңіз ортаға. Зүлфия әже, ортаға келіңіз. Айтылды ғой бөлек жиендерді. Бөлек жиендерді. Жиен ба, атыңыз кім апа? Қалдыгүл. Ал осылай ақын асу ала берсін, Қалдыгүл жиен апам дана болсын. Тойға бүгін кешігіп қалыпты ғой, кошелектан ақшасын ала берсін. Қалдыгүлдей жиенге ақ келінде тоқтамастан сәлемін сала берсін. Қалдыгүлдей жиен апаға қолды соғып, нағашылары бас бармақпен баға берсін. Рахмет. Ризасыз ба Қалдыгүл апа? Ризасыз ба? Болды. Риза болсаңыз да, болмасаңыз да осы. Басқа суырып сала алмадым. Осы жер суырып салғаным. Бісміллә сөзін есті бөрік тұлдың, тақылдап таңдайдан жыр төгіп тұрмын. Сұлтан жанға шапалақ соқсаңдаршы, төсіне шығып жатыр елік қырдың. Сұлтан менің бала кезден өскен бауырым ғой, дәл бүгін үй болғанын көріп тұрмын. Сұлтан жан айналайын бақытты бол, келін менен төсіне шыға берші елік қырдың. Шамалы ортаға қарай жақындасай, мен сені шақырмасам неғып тұрмын. Сұлтанға құтты болсын деп қол соғыңдар, баланың батырлығын көріп тұрмын. Қанаттай әкесіне алмай қапты, ағайын оны айтпасам неғып тұрмын. Сұлтан үйі болды деп бәріміз қуандық қой, қуанышыңды осылай көріп тұрмын. Әжеңнің бетіне сүйіп бір құттықтап қой, осылай сұлтан жанға жөн ұқтырдым. Әжесінің баласы болғасын ба, сұлтанға да көңілімді бөліп тұрмын. Табаққа көрімдікті салмайсың ба, мен саған салдырмасам неғып тұрмын. Табаққа көрімдік салды көрдіңіздер, мен бір қызық жасауға келіп тұрмын. Көрімдік сап жатқанын көрдіңіздер, сұлтанға да көңілімді бөліп тұрмын. Басқа ағайын, мен бұл жерге бір қызық жасау үшін келіп тұрмын. Басқа өзінің әйеліне көрімдік берген алғаш көріп тұрмын. Ал, сіздің балаңыз болғаннан кейін салып жатыр ма? Сөйтіп ақтап алмасаңыз басқа вариант жоқ. Рахмет. Қазағым ары дөденге мұрагерісің, қашанда жақсылыққа куә болсын. Сұлтан бауырым болғаннан
Онан соң әзілдеп жатқаным ғой, қашанда сауық сайран құра берсін. Сұлтан менен келінді көре алмаған жанның Аллахым тіл мен жағын буа берсін. Осы келін кедейлердің ұрпағын көбейтем деп, жыл сайын торсықтай ұл туа берсін. Сүлбия әжем ешқашанда шаршамастан немеренің жаялығын жуа берсін. Осы тілек қабыл болсын деген жандар қаттырақ шапалағын ұра берсін. Осы тойға келгенде ақындарын арнады, ағайындар қаттырақ сұлтан жанды қолдады. Үйді болып сұлтанда таңды таңға жалғады. Мың сұлудың ішінен ақ келінді таңдады. Миллион қол қайда, қаттырақ шапалақ соқсаңдар болмай ма? Үйленіп жатқанда сұлтандай ұлдарың ысқырық шапалақ соғылар қол қайда. Миллион қол қайда, қаттырақ шапалақ соқсаңдар болмай ма? Той беріп жатқанда қанаттай ағамыз қосай қызыл қодық ысқырық шапалақ қол қайда. Ал бітті әйтеуір. Риза болмасаңыздар, айтыңыздар. Беташар басынан бастайық. Бәрін басынан бастайық. Өзім таныстырайын. Бата, бірінші бетін ашу керек, бата алу үшін. Мен Алихан есімім. Жетіру табынның баласы, қиққалтың балқының жиені. Риза болсаңыздар, бір шапалақ соқсаңыздар, мәз соқ боламыздар. Риза болсаңыздар. Келіннің бетін ашты, құрметті ағайындар. Келін бетін өзіңіз ашасыз ба, жер? Лиза деп айтамай қалдық қой. Әжем ашсын. Ұста, бидеміз Зүлфия әже. Келіннің бетін бір бидеп мен айтайын, бір асықпасаңызшы. Ешқайда кетпейді келін, болды. Үш келді. Ешкім алып кетпейді, ешқайда кетпейді. Құдай қаласа, қас келіннің бетін ашасыз қой. Менің жасымды берсін деп, келініңіздің таңдайына тә деп түкіріп қойыңыз. Сосын мен сияқты көп балалы ана бол деп, маңдайынан сүйіп қойыңыз. Бетінен сүйіп жүрмеңіз, Зүлфия әже. Қас бетінен сүйген келіндердің бәрі бетпақ болып барады. Сол үшін таңдайынан түкіріп, маңдайынан сүйіп, тыныш жүр деп құлағынан тістеп алыңыз. Ал келіннің бетін ашты, официальный келін құтты болсын. Ал Риза жеңгемізді бір құттықтап қойсын. Келіннің бетін аштап, құрметті ағайындар. Енді официальный келіндеріңіз құтты болсын. Осы әулетке Зүлфия әже тастай бат судай сіңсін. Тастай бат судай сіңбей атса, өзіңіз тұншықтырып батырасыз. Самал жоқ, бақытты болсын сұлтан екеу. Бетін аштық, келіннің жаңа оқтан ұстаған бала қайда? Келіннің қайнағасы. Кел бауырым, бана десінің деп көде бердім бұл саған. Кім болып келеді? Кімнің баласы бұл? Ой, Үшбайдың баласы ма? Осыма үш рет салам сонша айтын. Сіздің балаңыз ба? Балқаштан кеп отыр ма? Единственный қайнысы 10 мың берден тұрсын ба сонда маған? Балқаштан кеп тұр екен, шапалақ соқпай. Рахмет, атың кім? Жанболат. Жанболат? Міне, Балқаштан кеп тұр екенсің, 5000 теңге. Сосын 2000 теңге. 1000 теңге. Алла береді екен вообще, қанағатсыз. Болды. Өзім 10 мыңға расчеттап тұрмын, 10 мыңға артық бермеймін. Балқаштан келіп жатқан қайнысы. Сосын бетейін, тоқтау ұстаған жігітке бердім ғой. Сосын келінің екі жағындағы екі жеңгесі де бір шапалақ соғып қойыңыздар ағайын. Бұл екі жеңгесі
әулетке баяғыда келін болып түскен ғой. Енді келіннің қасында көмектесіп сәлем салдырып жатыр. Екеуіне бес теңге берейін Зүлфәжі, рұқсат берсеңіз. Міне, оң жақтағы жеңгесіне 5000 теңге, сол жақтағы жеңгесіне 5000 теңге. Енді екеуіңіз екі қадам алдыға шығыңыздар. Келін тұра берсін. Екі қадам алдыға шығыңыздар, екі абысына. Келін осы екі абысынға бір сәлем салып жіберші, бір сәлем. Әдемі? 5000 қайтарып салыңдар. Несін білесіздер, дұрыс қой. Келін сәлем салған кезде көмдік беру керек па? Беру керек. Іштерінде боқна тұрған сияқты мен. Дейін. Енді келіннің беті ашылды, қазір батан аламыз. Енді мына табақты Зүлфәжі кімге берем? Өзіңіз айтыңыз. Жабылады ғой бәрі қазір, я. Қанат ағама берем. Дұрыс қой. Келіннің ең алғашқы несібесі. Баяғы Қосай Қызылқұдықта мына табақ кім алатын еді ауылда? Бет ашқан бала алатын еді, дұрыс па? Негіз бұл табақты бет ашқан бала алған дұрыс емес. Бұл табақ үйленіп жатқан баламен шаңыраққа келген келіннің ең алғашқы несібесі. Оны бет ашқан бала алған дұрыс емес. Бұл келін түскен үйде қалу керек. Негіз біздер алуымыз керек қой, бермегесін қазір өйстіп айта береміз. Осы табақта келіннің несібесі көп болсын деген ниетпен Қанат ағамды шақырып берейін ағайынды. Жапалар соқпай. Қанат ағам, рахмет. Сіздің өміріңізде бірінші рет ақша ұстап көріңіз деп атында. Рахмет. Қарап тұра берсең де бауыр басып қалады екенсіз ағайынды. Бергім келмей қалады екен. Табақ көтеріп алыңыз. Келін несібесі ғой, өзіңіз президентсіз ғой осы үйдің. Көтеріп ұстадыңыз да Лизаға барып беріңіз, не істейсіз басыңыз. Итак, Лизаға барып бересіз ғой. Несібесіз көп болсын. Аллах тағала ризық несібемен келген келіндердің бірінен етсін Аллах тағала. Енді қазір былай жасайық. Келіннің бет ашатын батасын алайық. Сосын сіздерге беретін киітіміз бар, сый-сияпатымыз бар. Сосын мына жолмен шығып, екінші этажға көтеріліп кетесіздер, құрметті ағайын. Еш қайтып кетпесін, қайтып кетіп қызықтан қалып қой жүрмеңіздер. Түп налашысы? Иманбек. Көкшетаудан? Көкшетаудан келіп жатқан Иманбек атамызға бір шапалақ соғып қойыңыздар. Ал Иманбек ата, қош келдіңіз. Келіңіз құтты болсын. Үлкен атасы тұп нағашысы ғой. Енді бет ашардың батасын Елубай нағашысы ашып берді. Енді өзіңіз бет ашады әдемі жауап беріңіз ал. Аллах ямин. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emrinin şifalı boğazın mınау екі жастың өмірі ұзақ болсын, қосылған бақытынан тысыннан құрып отырған шаңырақтары биік болып, ішінде тола сәби болсын да, осы мына қанат жермен келіннің соның ішіне қызығының тоймен ойнап жүре берсін. Осы үйде келген ағайын, туыстар, құдалар әрдайым сіздің үйлерде де осындай тойлар бола берсін. Сіздің үйлерде осындай көп болсын тойлар. Аумин. Аман болыңыз, Иманбек ата. Теміртауға тек тойға ғана келіңіз. Иә, бата болды ма, тілек болды ма түсінбей қалдық қой. Қабыл болсын батаңыз. Ең басы шын жүректен. Мынау құр қолға бата жүрмейді. Осы қанат жиеніңіздің атынан нағашысының алтын басын сыйлап, осындай шапан жауып жатыр. Құтты болсын деп қол соғып қойыңыз. Сіз ба, водителі? Отыра беріңіз. Ал құрметті қонақтар, асыралдық осы елде ағамның теңгенің сіздерге беретін сый-сияпаты бар екен, соны бердім. Аян бұл сатпайларға қазір береміз. Зүлфәжі, келіңізге рұқсат ба? Келін рұқсат, келін шығып үлкен тойға дайындала берсін, құрметті ағайындар. Келінге қол салып қойыңыздар. Ешқайда кетпесін, қасына сыйлықтарыңыз бар. Сыйлықтан құр қолға қоймаңыздар, құрметті ағайындар. Осы әулеттің атынан сыйлығымыз кімге? Үлкен атасы Елубай атамызға мынандай заманауи шапан, құрметті ағайындар. Қол соғып қойған Елубай атасына. Айдос, музыка қоймай-ақ қой. Сабырбай ағасына шапалақ соғып қойыңыздар. Тура сондай шапан. Және Қыдырбай ағасына. Ал. Мына орамал қол болмайды, жол болады дейді ғой, мына қайма. Бәрі құрдасын кішкентай соған мына басқа дайын
апамдікі таз ғой жауаптасын осы жерде. Дұрыс. Әңгіме жоқ сіздерге. Құдағай деген орамал жаға. Құдағай деген орамалмен әкеп жатыр екен ағайындарға. Әрі кішкентайынан бірге өскен класстас подружкам деп жатыр. Досы. Рахмет. Келесі Сәрсенбай ағамызға. Бәріне бүкіліңізге бірдей шапан. Иманбек ағасына жаңағы бата берген Көкшетаудан келген. Және Әлдібек ағасына. Мұрат жиенге де осындай шапан. Және Өтан атты жиенге және Мұрат атты жиенге тура сондай шапан. Әлдібек інісіне көкірекше құрметті ағайындар. Нардай нағашысы, Нардай тағасы келсін ортаға. Дастан бажасы. Алтынбек бажасына да тура сондай көкірекше. Міне Нардайды екен. Талғат құдасы қайда? Талғат едік. Көріп сұлай. Талғат құда. Фамилиясына тілім келмеді. Міне, Талғат құдасы қоя. Ал достары шайқы жорасы 77-лерде келсін, 77-лер шайқы. Және Мұрат жорасы, Еламан жорасы. Келсін 77-лер ондағы. Дәулет жорасы 77-лер. Қайырбек 77-лер жорасы. Және Қайрат інісі келсін ортаға. Қайрат інісі. 77-лерден бір көкірекше қалып кетті, алып кетіңіздер. Қайрат інісі Сәндібай. 77-лер ма? Келдібай. Тұрлан ағасы. Ерлан ағасы. Ерлан Тентеков ағайыны. Шоқан күйеу баласы. Өсербай жездесі. Өсербай жездесі жұмыста. Бар ма? Кім? Сәуірбек Өсербай. Айттық қой Өсербай жездесіне көкірекше. Сәуірбек келсін, Сәуірбек ағасы. Ерлан. Сіз ба Ерлан деген? Үйініңізді көрсетіңіз десең. Келес. Қазағали дейтін ағасы келсін. Жездесі. Төрежан. Ал енді әжелерді бастаймыз. Нағима апасы қайда? Нағима апасы. Нағима апасы келіңіз ортаға. Нағима апасынан кейін Марина апасы келсін ортаға. Марина апа Теміртау Тоққожаның Маринасы одан. Тоққожаның Маринасы қайда? Ол міне, құтты болсын. Келесі Сара, Астанадан келген Сара апамыз қайда? Сара апамыз Астанадан келген. Нұргүл Бөрігіл әжесі қайда? Бөрігіл әжесі. Сіз ғой, Көкшетаудан келген Бөрігіл әжесіне қол соқпаңыздар. Нақсы жоқ па Астанадан келген Сара деген кісі? Бересіз досын өзіңіз. Кім? Қарабұрыш Өзбекстаннан келген әжесі. Шапала соғай. Сіз ғой Өзбекстаннан келген? Құдай жаным апа. Құз құйрықтың өсіп беріп атыр дейді. Шапала соқпай. Қарабұрыш әжесі кім келесі? Зүлфия апамыз. Әжесі. Өзінің әжесі Зүлфия әжемізге. Рахмет. Ал, Өтан жиен қайда? Өтан. Базаргүл апамызға да әдемі сондай құтты болсын апа, үстіңізден тосын. Тараздан келген Мәрияш апамызға да әдемі сондай камзол. Роза жеңгесі қайда? Роза жеңгесі. Рабиға.
Ұзақ күл әжесі қайда? Ұзақ күл әжесі. Ұзақ күл әжесі ұзамай тез келіңіз. Ұзақ күл әжесіне болса қойып. Келесі, Есенкүл құдағай қайда? Есенкүл құдағай. Есенкүл құдағайға берді. Кім? Дәрібаев Жамила. Жамила апамызға. Әйел кісілер Дәрібаева деп жазбай ма? Тоқсұлу. Апасы емес екен ол, жеңгесі екен. Тоқсұлу жеңгесі. Тұрсынай жеңгесі, жаңағы Астанадан келген, қайда? Тұрсынай жеңгесі бар ма? Тұрсынайда жоқ. Әлия жеңгесі ма? Әлия ма? Шақтиевский Майра апа ма? Қайда Шақтиевскіден келген Майра апамыз? Майра апа келсін бірінші. Сіз де Майра апа? Ол точно кім? Жаңагүл Өзбекстаннан келген. Қайда апасы? Жаңагүл апасы қайда? Жаңагүл апасы. Қане? Өзбекстаннан келген Жаңагүл апа қане? Қайда болса? Тоқтаңыз. Нақсы Жаңагүл екен білмейтін сияқты. Тоқтаңыз. Тұны пальтолғаныз. Удостоверение көрсетіңіз. Кім келесі? Гүлдана жеңгесі қоя. Бөлесі Гүлдана. Гүлдана бөлесі Гаухар құдағы 54-тер дейді. Или 54-ші размер ма? 54-ші жыл ма? 54-ші размер ма? Келесі. Лида 44. Лида. Клара Астанадан келген Клара. Және келесі Фариза деді. Сізге өзіңіз ба? Кім? Келсін Фариза деген кісі. Фариза келіңіз. Не бәле, өз-өздеріңіз танымайсыздар ма? Дөбей отырсыздар. Өзіңіз кім? Жамила Астанадан келген апасы. Өзін Жамила танитын болса орнынан тұрсын деп айтатын болды. Кешке бешіге келеді ғой. Жұлдыз Құдаша қайда? Жұлдыз Құдаша. Жұлдыз Құдаша. Көрейік, таныйм екен, өзін танымайм екен. Жұлдыз Құдаша. Жұлдыз Құдаша. Тұрсаңызшы орныңыздан Жұлдыз Құдаша. Ажап кет қойды. Фируза, кім ол кісі? Сіз ба? Оны айтпай қала берсеңізші ғой. Апасы Қаламқас апасы қайда? Қаламқас апасы. Ой, маған қашан береді деп күтіп отырады сол кісі. Қаламқас апасына. Миуа апасы Теміртаудан кеп тұр екен, ат терледі. Миуа апасы. Сонау алыс Теміртаудан кеп деп жазып қойыпты. Құтты болсын апа, үстіңізде тосын, тойға ғана кейіңіз. Келесі кім? Майра апасы. Апасы Майра. Құтты болсын алып жатқан сыйлықтарыңыз. Гүлзира жеңгесі. Келіңіз, Гүлзира жеңгесі ортаға. Гүлия жеңгесі. Гүлия жеңгесі. Салтанат деген кісі кім болады? Ау. Айтыңыз, Салтанат деген кісі кім болады? Салтанат Алшынбай. Қай кісі? Салтанат деген кісі. Алшынбай деген кісі. Болды ма? Болды ма? Құдалар кеп жатыр екен. Болды. Бата аламыз ба? Бата аламыз ба? Өзіңіз ба бата алып жіберейік. Қарсы. Сосын айтайын ба, тақ кім қалып кеткен? Жиен апа қалып кетті ғой. Жиен апа отыр ғой. Қалып кетті ғой, күтіп отыр ғой. Өз бәрінен кешігетті жүру деген бұл кісі. Беташарға да кешіктіңіз, Сарбайдан да кешігіп атсыз.
Беріңіз. Мен біліп тұрмын, кімнің алған, кімнің алмағанын айтсаңыздар, айтып беремін бәрін. Жетсе болды, главное. Гүлхан, енді айтайын деп тұрмын, Гүлхан деген кісі алмай қалды деп ше. Бейті бізден қусаңызшы. Гүлхан апамызға сыйлық. Сосын, Бектай деген камерашы алған жоқ. Бектай деген. Болды ғой, баталай енді. Сүлфі әже өзіңізден аламыз ба, жолыңызды бересіз ба біреуге? Өзіңіз бересіз ба? Сіз бересіз ба? Болды. Ал, Сарбайдың батасын алайық, Лахиямен қол жайыңыздар. Ақыдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, әулиелер қолдасын, әлхамдүлілlah берекесін берсін. Той-тойға аласып, жастар бақытты болсын, әрқаш бәріңізге осындай той жұғысты болсын. Аумин. Батаңыз қабыл болсын. Енді бүкіл сыйлықты тараттық. Енді құдалар жайлап кеп жатыр дейді. Сіздер жоғарыға шығып, қас құдалардың алдынан шығатын кісілер